Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Жазира. Бүгін мен сіздермен дәрумендерге толы ерекше дәмді салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бір дана көк түсті алмамызды алып, видеода көріп тұрғандарыңыздай ұзынша етіп турап аламыз. Мінекей турап алдық. Енді қиярымызды да дәл солай турап шығатын боламыз. Құрамына керекті заттардың бәрін видеоның астына жазып қойдым. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Қиярымызды да турап алдық. Енді алдын ала пісіріп алған тауық етімізді де дәл солай ұзынша етіп турап шығатын боламыз. Екі дана жұмыртқамызды ыдысымызға жарып, бір қасықтай майонез салып, дәміне қарай шамалы тұз салып, жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей араластырып алдық. Енді қызып тұрған тапамызға шамалы ғана май құйып, осы жұмыртқамызды екі шетін қызартып пісіріп аламыз. Мінекей дәл осылай қызарып пісетін болады. Бұны да дәл осы видеода көріп тұрғандарыңыздай ұзынша етіп турап алатын боламыз. Өте ерекше дәм беретін болады. Осы салатты міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте тойымды болып шығады, әрі ерекше дәмді. Мінекей турап алдық. Енді орехімізді де ұсақтап алатын боламыз. Орехтың жартысын салатымызға саламыз. Жартысын бетін әрлеуге алып қаламыз. Барлығын ыдысымызға салып, майонез салып, асықпай вилканың көмегімен араластырамыз. Алмаларымыз сынып кетпеу үшін асықпай араластырып шығатын боламыз. Бетіне орехтерімізді сеуіп шығатын боламыз сәндік үшін. Мінекей достар, өте дәмді, ерекше дәрумендерге толы салатымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.